Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, ерекше ас ұн қуырдақ дайындайтын боламыз. Түскі немесе кешкі асқа не дайындайтыныңызды білмей отырсаңыз, дәл осы тағамды дайындауға кеңес беремін. Құрамы өте қарапайым, үй іштеріңізге толығымен ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Қамырын біз тура еттің қамыры немесе мантының қамырындай етіп дайындаймыз. 300 мг жылы суға 1 шай қасық тұзымды және 1 жұмыртқаны салып, жақсылап тұзымыз ерігенше, жұмыртқа араласқанша барлығын араластырып аламыз. 500 грамм ұнды осылай аз-аздан құя отырып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды осылай аз-аздан құйып, біріктіріп илеп аламыз. Және де илеп алған қамырымызды жарты сағаттай тынықтырып қоямыз. Барлық керекті заттардың мөлшерін грамдармен описаниеге астына жазып кететін боламын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып қолдап қоюларыңызды сұраймын. Жарты сағаттан кейін алып, қамырымызды бір қайтарып илейміз де, 2 бөлікке бөліп, қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Қамырды жұқа етіп жаюға тырысамыз, себебі біз қазір оны пісірген кезде қалың болып кетпес үшін әрі жұқа етіп пісірсеңіздер дәмді болып шығады. Түскі асқа немесе кешкі асқа басқа да тағамдарды плейлистке салып қоямын. Сол жақтан көрсеңіздер болады. Бір жасағаннан шығатын оңай әрі дәмді рецепттермен бөлісемін. Қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып алғаннан кейін, видеода көрсетілгендей етіп кесіп аламыз. Осындай арнайы жаққыштың көмегімен сұйық майды қамырдың бетіне толықтай жағып шығамыз. Бізде қамырдың бетіне толықтай жағылуы тиіс, және де өте қатты шылқытып жақпаймыз. Осылай кесіп алынған қамырдың бетіне жаққаннан кейін осылай етіп ораймыз. Тағы да біреуін көрсетемін. Барлық қамырды осылай жағып шығамыз. Бізде ортасы жабысып қалмас үшін. Және де барынша қамырымызды жұқа етіп ораймыз және де жұқа етіп жайып аламыз. Енді осы оралған қамырлардың барлығын манты қазанымыздың астына сойып қайнатамыз. Және де манты қазанымызды майлап, осылай 45 минут буда пісіріп аламыз. Және де қамырларымызды қойғаннан кейін бетін майлауды ұмытпаймыз. Салмасын дайындап алдым. Барлық керекті заттарды описаниеге жазып кетемін. Майымызды қыздырып, пиязымызды жақсылап қуырамыз. Үстіне етімізді салып, шамамен 5-10 минуттай бұқтырамыз. Етімізді 5-10 минут бұқтырғаннан кейін сәбізін салып, тағы да 5 минуттай бұқтырамыз. мг шамасында су құямыз, артық құймаймыз. Және де дәміне қарай тұз, бұрыш, кез келген дәмдеуіш түрін салсаңыздар болады. Енді картоп және де болгар бұрышын салып, жақсылап араластырып, 1 сағат өте баяу отта бұқтырамыз. Бізде қамырымыз манты қазанда тура 45 минут қайнап пісті. Толықтай қамыр піседі. Лапша сияқтығы осындай көлемде ортаңғы бөліктерін ашып, кесіп аламыз. 40 минут 1 сағат бұқтырылған қазандағы етіміз толығымен піскен кезде осы қамырымызды салып, тек араластырамыз. Оттың астын өшіріп,
2-3 минутқа қалдырамыз. Тағамымызды ұсына берсек болады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Егер де дәл осы рецептпен жасаған болсаңыздар, комментарий астына жазып кетулеріңізді сұраймын. Ас болсын!